және эпикалық сарын бөлімі. Шәкәрім Құдайбердіұлының еңлік кебек дастанының тілі. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз. Сабақтың мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды. Бағалау критерийі. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтай алады. Дескриптор. Автор стилін анықтайды. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолдану ерекшелігін талдайды. Автор стилінің қолданылуын түсіндіреді. Бүгінгі біздің сабақтағы жаңа әдеби теориялық ұғыммен танысайық. Ол дегеніміз эллипсис. Көне грек тілінен алынғанда сөз тастау, қысқарту, кеміту деген мағынаны білдіреді. Эллипсис сөйлемнің бір мүшесін алып тастау арқылы құрылған сөз үлгісі. Ол сөйлемнің ойдың ықшамдылығын, әсерлілігін, өткерлігін арттырады. Эллипсисті сөйлемдердегі түсіп қалған сөздердің мәні белгілі болады. Мәселен, жау келіп қалды. Келіп қалды. Эллипсис адамдардың бір-бірімен сөйлесу барысында диалог түрінде көбірек қолданылады. Мысалы, қар көшкіні болады дейді. Қар көшкіні, яғни сұрақ белгісіне екпін аударамыз, назар аударамыз. Сонда қар көшкіні болады дейді ме? Дегенде бізде сұрақ туады. Бірінші тапсырма. Берілген үзіндідегі автор стилін табыңыз. Үзінді. Қабекең екі-ақ ауыз жұмбақ айтты. Ол өзінің мағынасы мынау детті. Еңлікті алып қашқан кебек батыр, оны айтпай-ақ біздің біліп жатыр. Тауық деп қызды айтады сұңқар кебек, тоқтамысқа қаратып, қой дейді ақыр. Кейбіреуі таспенен атпақ болды, кейбіреуі дарға да аспақ болды. Бірі ол деп, бірі бұл деп көп кеңесті, біле алмай не берерін, не бермесін. Ал енді оқушылар, мұқият үзіндіге назар аударып, автор стилінің қолданылуын өз сөздеріңізбен түсіндіріңіздер. Үлгі. Мәселен, бірінші үзіндіде ақын образдарды ашуда метафораны өте ұтымды қолданған. Көбей қызды тауық, кебекті сұңқар деп Қабекеңе жұмбақтап жеткізеді. Ал екінші үзіндіде қайталау түрлерін орынды қолданған. Кезекті қайталау, әдепкі, еспі қайталау, оқырманның назарын аударып, ықыласын баурап алғысы келген тұстарда сөзді қайталап, әрі тартымды, әрі оқығанда бірден есте қалатындай етіп, жеңіл ұйқастыруға құрған. Ал енді оқушылар, сіздер өздеріңіз үзінділерден мысал келтіріп, және де оның автор стилінің қолданылуын үлгідегідей түсіндіріңіздер. Келесі бізде кесте. Берілген көркемдегіш тәсілдерге шығармадан мысал келтіріңіз. Психологиялық параллелизм, эллипсис және қайталау. Дескриптор. Берілген көркемдегіш тәсілдерге шығармадан мысалдар келтіре алады. Мәселен, қаза келсе малдадан мал таймай ма, ажал жетсе батырдан жан таймай ма, азар болса күйеуің жастау шығар, жарлы байып, жас өсіп қартаймай ма, жас түзеліп, түрленіп ер жетпей ме, бойындағы балалық бір кетпей ме, асыққандық емес пе мына сөзің, жақсы әйел жаман ерді түзетпей ме? Осы жерде үзіндіден қандай психологиялық параллелизмді таптыңыздар, нақтылап айтамыз. Эллипсис. Өлерде үш тілек бар деуші еді ғой. Құдай үшін берсеңдер, мен сұрайын. Таң ата келіп іздеп таба алмады. Қисыны біреу ұрлап кеткен сынды. Қайталау.
Шырағым, балаштым деп мал алмаймын, ол үшін саған ақыл сала алмаймын. Жаман айтсам жабығып қала көрме, жынның сөзін жасырып қала алмаймын. Кебек мұны естіп көп ойлады, асықпай біраз ғана еп ойлады. Түні бойы қыз мені сынапты ғой, мен де мұны сынайын деп ойлады. Бұл жерде қайталаудың қандай түрлерін көріп тұрсыздар? Келесі үшінші тапсырма. Автордың шығармадағы бейнелеу тәсілдерін қолданудағы ерекшелігі неде? Бейнелеу тәсілдері шығармада мысал, қолдану ерекшелігі. Дискреттор. Автордың шығармада бейнелеу тәсілдерін қолданудағы ерекшелігін түсіндіреді. Мәселен, бейнелеу тәсілдері эпитет. Шығармада мысал: аң қуған аңғал батыр, сері кебек, ер кебек, батыр кебек. Қолдану ерекшелігі: батырларға тән аңқаулығы бар, 8 қырлы бір сырлы жандар демек. Ол кебек мықты болған жас басынан. Кебек батыр, ержүрек, ақылды, жаста болса, бас бола алатын сері жігіт. Батырлығы елге аян. Теңеу. Қайран жастар қапыда қолға түсті, елтіген бөрідей боп жеген оға. Бабаңның нұр жүрегі болды мұздай, жазасыз жасқа ешкімнің жаны қызбай. Шәкәрім Құдайбердіұлы өлеңдерін әдемі теңеу, ұшқыр қанатты сөздермен ажарлап, шебер бере білген. Бұл жерде жұрттың құрған құрығына түскен бөріге ұқсап дегенді білдіреді. Қосымша дерек көздерден мәлімет қарасаңыздар болады. Кері байланыс. Сабақтағы 3 маңызды ақпарат. Қиындық тудырған 2 мәселе. Сабақта ұнаған бір аспектті білдіре өтсеңіздер.